Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Жаһанша Досмағамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледждің ресурстық әдістемелік орталық меңгерушісі Бижанов Ахан Мәлікұлы. Қазіргі таңда біздер колледж толықтай қашықтан оқытуға көштік. Мен алдыңғы сабақтарында өзімнің былай айтқанда классрум болсын, басқа да платформаларда қалай жұмыс жасау керек екені жөнінде айттым. Енді оқытушы мен студенттер арасында кері байланыс қазіргі таңда қалай жүргізіліп жатқаны жөнінде сіздерге айтып беретін боламын. Қысқаша ғана тоқталып өтейін. Біздің Жаһанша Досмағамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледждің сайты. Осы сайттан қашықтан оқыту платформасын аштық. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай дистанционное обучение. Көрейік. Біздер бірнеше бағдарламалармен қазіргі таңда қашықтан оқыту бойынша жұмыс жасап жатыр. Ол Duo, Classroom, Google Forms, Zoom, содан кейін Smart Nation'ға көшіп жатыр. Қашықтан оқыту бойынша оның қазір базасын жасақтап жатыр. Қашықтан оқыту бойынша Classroomға қалай жұмыс жасау керек екені жөнінде оқыту семинарлар. Осыған кіріп студенттер, оқытушылар кіріп мәлімет ала алады. Тағы да бір айта кететін жаңалық, музыканттар үшін, технологтар үшін қашықтан оқыту шығармашылық студиясын аштық. Бұл студияда оқытушылар мен студенттер арасында Zoom немесе Duo арқылы байланысқа шығып, өздерінің сабақтарын сол жерде записке жіберіп, осы қашықтан оқыту шығармашылық студиясына жүктеп отырады. Одан студенттер де, оқытушылар да көре алады. Бір бейнероликке кіріп көрейік. Қазіргі таңда оқытушы мен студенттің арасындағы байланыс. Дауысын шығарайық. Бұлай айтқанда осының өзі живой кері байланыс студент пен оқытушының арасындағы. Келесі біздер классрумда қалай жүргізетіні туралы түсіндіре кетемін. Бұл жерде классрумда өздеріңіз білетіндей лента бөлімі бар. Лента бөлімі бұл айтқанда чат. Осында студенттер өздерінің түсінбеген сұрақтар болатын болса, немесе басқа да сабаққа дайын екен, немесе өздерінің ойларын осы лентаға жазу арқылы оқытушылармен кері байланыс орнатады. Мына жерде ахат тапсырма орындап жатырмын. Мына жерде айсо саламатсыздар ма дейді. Осындай бірнеше кері байланыстар бар. Ертеңге дейін уақыт бересіз бе деген сияқты осындай кері байланыс жүргізіп жатыр. Енді берілген нақты тапсырма бойынша қалай жүргізетінін сіздерге түсіндіре өтемін. Біздің тапсырмалар оқытушылардың пән бойынша жүргізген. Өзін-өзі тану кіріп көрейік. 7 адам тапсырманы орындаған екен. Строго сдачасы бар, жоғарыда көрсетілгендей. Кез келген студенттің жауабына кіріп көрейік. Студенттің жауабы осыған кері байланысты қалай жүргізетінін қазір көрсете өтемін. Мен оқытушымын. Студенттің тапсырмасын толық оқып шықтым. Жақсы деп қоямын. 4. Мына жерге кері байланыс ретінде комментарий жазып жіберемін. Қайырлы таң. Бағаланды. Осыны публикацияға жібереміз. Бұл автоматты түрде студенттің смартфонына немесе почтасына Classroom приложениесіне түседі. Одан кейін кері байланысты тапсырмада жүргіземіз. Задание с текстом деген бар. Оқытушы кері байланыс жүргізген. Кіріп көрейік. Бұл Google формада жүргізген. Кері байланыс дейді. 3ASKШT9. Фамилиясын жаздыртқан. Берілген тапсырмалар сіздерге түсінікті ме? Тапсырмалар бойынша алып қосарларыңыз бар ма? Жауаптарыңызға қойылған бағаларға қанағатсыздар ма деген. Енді осы кері байланысқа қанша студент жауап бергенін көрейік. 8 студентіміз жауап берген екен. Толық аты жөндерін жазған мына жерде. Берілген тапсырмалар сіздерге түсінікті ме дегенге иә, түсінікті, иә, жоқ деп жазғандар да бар. Тапсырмалар бойынша алып қосарларыңыз бар ма дегенде ешкімде алып қосарлар жоқ екен. 100%. Жауаптарыңызға қойылған бағаларыңызға қанағатсыздар ма дегенге иә деп жауап берген, көңілім толмайды деп те жауап берген, бағаларымды білмеймін деп те жауап берген екен. Осындай студенттер мен оқытушының арасында кері байланысты біздер Google формада осы классрумның ішінде жүргіземіз. Сонымен қатар студенттерге күніне бір рет біздер видео байланысқа шығамыз. Бұл Zoom арқылы, сонымен қатар Duo арқылы жүргізіледі. Назар қойып тыңдағандарыңыз көп рахмет.